Біз жануарлардың мінез қылығы туралы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Негізінен сіздер білетін жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілердің жүйке жүйесі балық пен қос мекенділерге ұқсас. Олардың да бөлімдері, жүйке жүйесінің бөлімдері екі бөлімнен тұрады: ми және жұлын. Ал миы олардың 5 бөлімнен тұрады. Олар алдыңғы ми, ортаңғы ми, сопақша ми, аралық ми және мишық. Тек кейбір бөлімдерінің күрделенуіне байланысты мінез қылығы да, тіршілік әрекеттерде әртүрлі болады. Мысал үшін, жорғалаушы кесіртке. Бұлардың мінез қылығы қос мекенділерге қарағанда едәуір күрделі. Сонан кейін олардың сезім мүшелері де күрделі. Мысал үшін, кесірткеде көзін ылғалдап ластанудан қорғайтын жыпылықтағыш жарғақ үшінші қабақ пайда болған. Ал кейбір құстардың мінез қылығының күрделенуіне алдыңғы ми сыңарлары мен мишық көлемінің үлкейіп дамуына байланысты. Туа пайда болған шартсыз рефлекстер: жұптасу, ұя салу, жұмыртқа басу, баласын қорғау, қоныс аудару құс тіршілігінің әрекеттерін қамтамасыз етеді. Осы жерде рефлекске тағы бір анықтамасын есімізге түсірейік. Рефлекс дегеніміз не? Рефлекс дегеніміз жануардың жүйке жүйесі арқылы тітіркендіргіштерге берген жауабы. Рефлекстер екіге бөлінеді. Олар шартсыз рефлекстер және шартты рефлекстер. Шартсыз рефлекстер туа пайда болған рефлекстер. Ал шартты рефлекстер жүре пайда болған рефлекстер. Құстардың сезім мүшелері, әсіресе көру, есту өте жақсы дамыған. Сондықтан құстың көзінде қырағы деген сөз осыдан қалыптасқан. Құстың дәм сезім мүшесі ол тіл, ол тәттіні, ащыны, қышқылды сезе алады. Ал сүтқоректілердің жүйке жүйесі барлығына қарағанда жақсы дамыған. Себебі олардың алдыңғы ми сыңарларында иірімдер бар. Осы иірімдер мидың көлемін арттырады. Соған байланысты сүтқоректілерде мінез қылық күрделі. Оларда шартсыз рефлекстер жетілген. Шартты рефлекстер тез және берік қалыптасқан.